Оң қол. Төлен Әбдік. Аудиокітаптың бірінші бөлімін тыңдау үшін описаниедегі сілтемеге өтіңіз, немесе жоғарыдағы сілтеменің үстін басыңыз. Ұнаса каналыма тіркеліп кетіңіз. Көйлегің дұрыс па? Дедім, дұрыс екенін көріп келе жатсам да. Алма бетіне түскен шашын кейін қарай сілкіп тастады да, баланың мақтаныш білдіргеніндей бір түрмен бойын керіп, маған қарап жымиып қойды. Содан кейін еңкейіп, аяғын басына қарады. Ептеп қысат, деді. 36-шы размер ғой деп ақталдым мен. Троллейбусқа отырдық. Таныс біреудің көзіне түспес үшін алманы көлегейлеп теріс қарап тұрдым. Сенің туысқандарың бірі көріп қалса масқара боламыз, дедім, құлағына сыбырлап. Мен оның туысқандарын былай қойғанда басқаларын да көргенін қаламадым. Жарайды, деді Алма, бірақ түрінен онша мән бергендік байқалмады. Тіпті осыдан бәлендей масқара ештеңе көрмей тұрғаны сезіліп тұр. Паркке келіп түстік. Мен қараңғы бұрыштармен жүрмек болып едім, Алма ашық алаңмен өтуді қалады. Жолдың екі жағына өскен алқызыл гүлдер кешкі сәулемен құлпырып діріл қағады. Жазғы сахнадан шуылдаған оркестр үні келді. Алма көңілдене бастады. Менің қолымды жұп-жұмсақ алақанымен қысып-қысып қойды. Кинотеатрдың тұсынан өте бергенде, киноға кірейік, деді, тоқтай қалып. Жүрегім сырқ ете қалды. Бірақ Алманың алдында қорқынышымды сездіргім келмеді. Кірсек, кірейік, дедім жан-жағыма алақтап. Киноға билет аларда да, кірерде де, залға еніп отырғаннан кейін де менің көзім әлде біреулер көріп отырған жоқ па деген күдіктен арыла алмай айналаға жалтақтаумен болды. Ақыры кино басталды. Адамның ішін пыстыратын, әрі талай рет қойылған ескі фильм екен. Адамдар да аз жиналыпты. Мен киноны көрмедім десем де болғандай. Қара көлеңкеде экранға сүзіле қарап қимылсыз отырған Алмадан екі көзімді ала алмадым. Мен оның көзіне қараған сайын бүкіл қиялымда жүрген сұлулықтан Алманың әлдеқайда артық екенін сездім. Айтып беруге келмейтін ең бір құпия, беймәлім әсер сұлулық әсері. Біз өзіміздің бүкіл моралімізді адамның тән сұлулығынан жан сұлулығын жоғары қоюға негіздесек те, өмірде сол тән сұлулығымен бетпе-бет келіп қалған кезде өзіміздің әлгі қағидамызды қалай бұзып кеткенімізді білмей қаламыз. Өз еркімізбен ақылы аз болса да сұлу әйелдерге үйленуге дайынбыз. Бірақ ақылға бай, көріксіз әйелдерге жолағымыз келмейді. Санамызды жабайы инстинкт секілді бір әуе күш жеңіп кетеді. Біз ең осал жерінен қолға түсіп, тырп ете алмай қалған аңға ұқсаймыз. Ендеше сұлулықтың әлі де зерттелмеген, немесе біле тұрып айтқымыз келмейтін бір сырлары болуы мүмкін. Мен Алманың тізесінің үстінде тұрған қолынан, сол қолынан ұстадым. Жүрексінген алақанын терлеп кетті. Алма жымиып, қолымда құп-құрғақ, жұп-жұмсақ алақанмен қысып қойды да, менің түрімде кісі таңқаларлық бірдеңе бардай, баданадай көздерін кең ашып, аңтарыла қарады. Кинодан шықтық. Алма көңілденіп сөйлей бастады. Кинода неге ылғи сұлу әйелдер ойнайтынына түсінбеймін, деді, қолын жайып. Сұлу емес әйелдер жұртқа үлгі бола алмай ма? Олардың бойынан жақсы қасиеттер табуға болмай ма? Жақсылықтың терең тамыры сұлулықта, өйткені тіршілік тәннен басталады. Ал сұлу адамдардың ақылсыз, жаман болып шығуы диспропорция, өмірдің күрделілігінен, қиындығынан алғашқы тепе-теңдіктің жиі-жиі бұзылуы. Балмұздақ жегім келеді, деді ол менің сөзімнің аяғын күтпей. Балмұздақ кездеспеді. Екеуміз қара көлеңкеге қойылған арқалығы жоқ жайдақ орындыққа отырдық. Маған гүл жұлып берші, деді кенет бетіме тесіле қарап. Мен оның осынша қисынсыз талабын қалай ұғарымды білмей дағдарып қалдым. Қазір, дедім де, қорқып тұрғаныма қарамастан орнымнан тұрып гүл алаңына беттедім. Бұл біздің үлкен қателігіміз болды. Алақандай болып қауыз ашқан қып-қызыл гүлдердің екі талын жұлып алып жиекке шыққанымда, бері жүріңіз деп саусағымен іліп тартып тұрған портфелі бар қалқан құлақ милиционерді көрдім. Мен жалтақтап алма отырған жаққа қарай бердім. Бер дедім ғой мен сізге.
Әлде тағы біреулеріңіз бар ма? Жоқ, дедім зәрем ұшып. Бөлімшеге. Сіз неге көріп тұрып ысқырмайсыз, дедім мен ыза болып. Сіз әдейі жылсын деп тұрсыз, өйткені сізге біреуді ұстау керек. Милиционер бір сәт аңтарылып жауап бере алмай қалды. Содан кейін мені әдейі сайқымазақтықпен айтып тұр деп ойлаған болуы керек. Тақай бере жеңімнен ұстатты, дөрекілеу жұлқып қалып бөлімше тұрған жақты иегімен көрсетті. Бөлімше ішіне кіргенде аздап есімді жидым. Көп болса штрафын төлеп құтылармын дедім ішімнен. Юстициядан білетін азғантай заңдарымды есіме түсіріп. Кәне документіңіз, деді телефонның құлағында отырған егделеуі мені көргенге қуанышты жандай көңілдене дауыстап. Осы кезде бөлмеге Алма кіріп келді. Мен инфаркт болуға сәл қалдым. Бітті енді, дедім ішімнен үміт атаулыдан күдерімді үзіп. Бір сәттің ішінде өзімнің дәрігерлік атқа сай емес қылмысты әрекеттерімен бүкіл ауруханаға, дәрігерлерге, қыздың ата-анасына, қала берді бүкіл қала халқына әйгі болған масқара күйімді елестетіп үлгердім. Бірақ Алманың келуі жағдайды мүлде өзгертіп жіберді. Алманың сұлулығы отырғандардың бәріне бірден апиын сорғандай әсер етті. Телефон құлағында отырған егде милиционер де, менің ертіп келген қалқан құлақ та, формасыз, жай киінген жас жігітте ызғарлы жүздерін жылытып, мүлде өзіміз секілді қас қабағы түсінікті, ет сүйектен жаралған кәдімгі адам қалпына келді. Бәрінің көздерінен, «Я, отырыңыз, шаруаңызды айтыңыз, көмекке біз дайын» деген секілді құп ниет сезілді. Алма өз үстемдігін жақсы сезінетін, кәдімгі тәжірибелі сұлу бикештердей маңайына жымия көз тастап, менің қасыма келді де, қолымен шашымнан сипай ұстап, «Мен кінәлімін ағай», деді милиционерге. «Мен әдейі жұмсап едім, гүл жұлып бер» деп. «Неге?» деді қалқан құлақ қатаң дауыспен. Бірақ түрі жымиып, әшейін әзіл екен білдіріп тұр. «Әдейі?» деді Алма қайталап. «Әдейі мені сүйе ме екен деп». Менің бойымда ток соғып өткендей болды. «Охо», деді телефон құлағында отырған егделеу милиционер. «Мінеки, қазіргі жастар. Қандай ашық мінез. Жігітті солай сынауға бола ма?» деді формасы жігіт. «Бұл қоғамдық тәртіпті бұзу. Жігітті басқа жерде сынау қажет». «Кешіріңіз», деді Алма мені сол қолмен қапсыра құшақтап. «Бір жолға кешіріңіздер. Әйтпесе жарайды, мен-ақ айыптаңыздар». «Жарайды, қыздың алдында жігіттің беделін түсірмей-ақ қояйық. Милиционерлер де тасбауыр жандар емес, айналайын. Бәрімізде жігіт болып көргенбіз. Мә, егде милиционер маған паспортымды ұсынды. Рахмет. Сыртқа шыққаннан кейін парктың қақпасына жеткенше бір-бірімізге тіл қатысқан жоқпыз. «Гүл жұлып берейін бе?» дедім тоқтай қалып, ыза болып тұрғанымды жасыра алмай. Алма қолымды алып, жоп-жұмсақ қолтығына қысты. «Болады енді», деді ілгері тартып. «Маған ештеңенің қажет жоқ». Таксимен қайттық. Әлде қалай көше шамдары сөніп қалды. Ай ақ бұлттардың ар жағымен зымырап барады. Аурухананың ауласындағы отырғыштардың тұсына келгенде, Алма алға оза берген мені тоқтатып, өзіне бұрды да мойнымнан құшақтай алды. Мен ерніме жоп-жұмсақ дымқыл еріннің тигенін сездім. Құдай-ау, не деген жоп-жұмсақ нәзік ерін. Мен Алманың талдырмаш денесін құшақтап бауырыма бастым. Содан кейін сәбиді иіскегендей, жоп-жұмсақ бет-аузына бетімді үйкеп демін жұттым. Әлде бір жан қиюға болғандай рухани тазалықты сезетін секілдімін. Бірақ ол Алманың бойынан тапқан тазалығым ба, өз бойымның тазаруын сезгенім бе, ол арасын толық айырмадым. Ішке кірдік. Алма тең жартысын қара көзілдірік жапқан бетін шашымен бүркей түсіп, мені қолтықтап алды. Екінші қабатқа кірер есіктің алдында Алманы тоқтаттым да өзім ішке ендім. Сестра процедура кабинетінде жоқ екен. «Тез бөлмеңе бар» деп сыбырладым. Алмаға есікті қайта ашып. Алма бөлмесіне кіріп кетті. Іле сестра да келді. «Сен бе едің?» деп маған жымиып. «Өзгеріс жоқ па?» «Жоқ. Мен Алманың палатасында отырамын» дедім халатымды киіп жатып. «Бүгін приступ болуы мүмкін». Сосын ғылыми күнделігімді алдым да сестраға көз қылып, түк байланысы жоқ, түсініксіз сөздермен толтыра бастадым.
Сестра дәрігерлік жұмысқа жан-тәнімен берілген менің қазіргі түріме сүйсіне қарады. Мен палатаға кіргенде алма киімін ауыстырып, төсегіне жатып үлгерген екен. Ортақ құпиялары бар балалардың бір-біріне көз жасап күле беретін секілді, мені көрген бетте алма көзімен әлгі есінде ме дегендей мойнын ішіне тыға жымиып, күліп жібермес үшін қолымен аузын басты. Күнделікті әдетіммен кереуетінің жиегіне отырып қолынан ұстадым. Ол да күндегі әдетінше құп-құрғақ, жұмсақ алақанымен қолымды қысты. Мүлде емін-еркін. Мен оның көзқарасынан, бүкіл болмысынан ескен ғажайып жылы ағынды жаныммен сезіп балқып тұрдым. Ұйықта. Сен ше? Мен сені күзетіп отырам. Таң атқанша. Өмір бойы. Алма көзін жұмды. Дем алысының жиілігіне қарап, көңіліндегі толқуды сездім. Менің ойларым сан-саққа бөлінді. Маған мына өзім күнде көріп, көз қашты болған күнделікті тіршілік аяқ астынан өзгеріп кеткен секілді. Немесе осы тіршілікке өзім тұңғыш тап болып тұрған тәріздімін. Бірақ мен өмірге мән беретін, сән беретін біздің өзіміздің жеке бақытымыз екенін, бізге сырттан ешқандай сәуле келмейтінін, тіршілікке, маңайға сәуле төгіп, жылу шашатын адамдардың өздері екенін кейінірек түсіндім. Өзімнің ішкі жан дүнием әдемі сәулелер шығара бастап еді, мені қоршаған бүкіл қауым, орта, тіршілік құлпырып сала берді. Алманың науқасын есіме алдым. Оны емдеу мәселесі дәрігерлік міндет қалпынан табан астында өзгеріп, енді тек өзім үшін жанын сақтап қалу деген төтенше шешімге ұласып кетті. Бір қызығы сол түн оң қол ешқандай әрекет жасаған жоқ. Алма менің көз алдымда жорта ұйықтап жатқандай, көзі сәл ашылған күйі таң атқанша тырп етпеді. Түстен кейін жұмысқа меңгеруші келді. Жасы 40-тарға келген, мінезі шадырлау, арық, көсек кісі болатын. Менің ұйқыдан қажыған түрімді көріп, «Немене, әлі түнгі кезекшілікті ешкімге бермей жүрсің бе?» деді. Оның сөзі сұрақтан көрі менің ісімді құптайтын ризашылық секілді бірдеңеге ұқсайды. Сондықтан мен «Сәлематсыз ба?» дегеннен басқа ештеңе айтпадым. Фанатизм жоқ жерде ұлылық та жоқ деп көсемдеді ол. Сізбен сөйлесетін маңызды бір шаруа болып тұр. Қандай шаруа? Айрықша бақылаудағы Бірімжанова Алманың жағдайы өте ауыр. Тезірек амал жасау керек. Қалай дедім меңгеруші көздерін жыпылықтатып орындыққа отыра беріп. Қазір ауру кризис үстінде. Қызды қатерлі приступтан құтқару үшін оң қолдың саусақтарын, болмаса тіпті тұтастай өзін операциямен алып тастау қажет. Мен өзімнің бұл пікірімді меңгерушіге бұдан бұрында айтқан болатынмын. Сондықтан ол бұл ойдың өзіне жаңалық емес екенін білдіріп, кіржиіп жауап бермей біраз отырып, «Ол бұлай ғой» дей бергенде, «Жоқ» дедім тағы да сол өзіме беймәлім өлермендікпен. Ол менің бетіме таңырқай қарады. Содан кейін жүзімне әлде бір маңызды бірдеңе ұққандай болып үндемей қалды. Мен, мінекей, бірнеше ай бойы қатарынан көз жазбай бақылап келем, дедім жүрегім дүрсілдеп, дегбірімнің қашып тұрған сезірмеуге тырысып. Басқа ешқандай амал қалған жоқ. Егер олай жасамасақ, осы 2-3 күннің ішінде қыздың өзін-өзі өлтіріп тынатынына кепіл болам. Меңгерушіге әсер ету үшін осы сөзді айтуын айтсам да, бойымның әлденеге дір ете қалғанын, әлгі сөзді бекер айтқанымды түсіндім. Кейде адам тағдырына кездейсоқ, қапияда санаңнан тыс айтылған сөздердің әміршілік ететін бар ғой. Түсінемісіз, басқа ешқандай амал жоқ. Меңгерушінің үндемей қалғанынан сөзімнің құлаққа кіре бастағанын сездім. Сіз операциядан кейін қызды құлан таза жазылып кетеді деп ойлайсыз ба? Деді маған көзінің қиығымен қарап. Мен олай деп үзілді-кесілді айта алмаймын, бірақ біз ең алдымен адамды бүгінгі ажалдан алып қалуымыз керек. Ертеңгісін содан кейін көреміз. Сіз маған сеніңіз. Мен аурудың қасында күні-түні болып, азабын қатар көріп келе жатқан адаммын. Меңгерушінің кіржиген жүзі жұмсара бастады. Ата-анасының келісімінсіз бәрібір ештеңе істей алмаймыз, деді соңында да келісе қоймай. Ата-анасы емес, алдымен өзінің келісімі керек. Әрі-берден соң қалай болса да жасау қажет. Өйткені аурудың жағдайын олардан гөрі біз, оның ішінде мен жақсы білем. Жарайды, деді меңгеруші маған тура қарап.
Бірақ ертең обходта өзім қарап шығам. Содан кейін кеңесейік. Жүрегім лүпілдеп қоя берді. Мен сол сәтте-ақ ертеңгі обходқа дейін операцияға Алманы қалай көндірерімді, меңгерушінің алдында қалай болып көрініп, сұрақтарға қалай жауап беру керек екен үйрететінді елестетіп шықтым. Бірақ оған бұл жайды қазір айтқым келмеді. Түнгі ұйқысына кесел болар деп ойладым. Ертең ертерек кіріп бәрін түсіндірем. Аурулар тыныш мезгілден кейін сағат 5 шамасында сыртқа серуенге шықты. Мен Алманы беседканың ішінде кітап оқып отырған жерінен таптым. Бетіме қарап күлді. Көзің қызарып кетіпті ғой. Әшейін ғой. Барда ұйықта. Ештеңе етпейді. Ештеңе етпейді емес, ұйықтайсың. Сен не менің тілімді алмайсың ба? Мен Алманың бетіне қарадым. Тағы да оның жанарынан ескен жанға жайлы, ғажайып, жылы ағынды сезіп тұрмын. Неге алмайын дедім маңайдағыларға естірте күліп. Қашан алмадым? Ендеше барда ұйықта деді Алма түсін қайтарып. Бүгін жақсымын, ештеңе етпейді, үйіңе бар, таңертең келесің ғой. Таңертең айтатын бір маңызды шаруа бар. Я, таңертең айтарсың. Мен Алманың бөлмесіне барып, киім салынған сумкамды алдым. Кешкілік ұзақ уақыт ұйықтай алмадым. Меңгерушінің көне қалғанына таң қалдым. Өзін-өзі өлтіріп тынатынына кепіл болам деген сөз есіме түсті. Бәлкім осы сөз әсер еткен болар. Әйтпесе кесіп алса, қан шықпайтын кесір адам ғой. Алманы алдымен оң қолының саусақтары жоқ күйінде, одан кейін тұтас бір қолы жоқ күйінде көз алдыма елестеттім. Түк те жоқ. Керемет сұлу. Қыстыгүні пальтосымен жүргенде тіпті білінбейді. Протез салдырамыз. Сол қолмен жазып үйренеді. Жоқ, тіпті ешқандай протез салдырмаймыз. Сол жалғыз қолмен-ақ бүкіл халықтың көзінше көшеде жүруге болады. Оны жасыруға болмайды. Соңғы шешім өзіме қатты ұнады. Дәл солай жүру менің жүрегімді шынайы таза сезімге, жылылыққа бөлейтін секілді. Өмірдегі сәттілік өте сирек нәрсе. Ол жұрттың бәріне бірдей жете бермейді. Бірақ ең үлкен жалғыз сәттіліктен кейін қалған сәтсіздіктің бәріне де төзуге болады. Қиыншылықты жеңудің ең бір үлкен құралы төзім. Төзе білсең, барлық азап атаулының жүзі мұқалып, майырылып өтпей қалады. Мәселен, біреу мойныңа 10 килограмм тас байлап қойса, 20 килограмм тас байланбағанына шүкіршілік қылып, жаңағы күйіңді бақытты халге айналдырып жіберуге болар ме еді? Әрине болады. Сондықтан қазір қандай ауыр жағдайдан да әлгі жолмен құтылып кетуге болады. Ол үшін тек тіршілік керек, тірлік керек. Қол деген немене? Қол деген түк емес. Рас, дүниенің бәрі адамның қолымен жасалады. Бірақ зұлымдық та адамның қолымен жасалмай ма? Зұлымдық жасайтын қолды тез кесіп тастамаса болмайды. Тез кесіп тастау керек. Тез. Мен таңертең ерте ояндым. Кешегі оқиғаны, түнгі ойларымды еске алғанда ұйқым бірден шайдай ашылды. Таңертеңгі асымды шала-пұла ішіп ауруханаға келдім. Сыртқы қақпаның күзетшісі әлі ұйықтап жатқан болар деп ойлап, қағуға оқталып едім, бірақ ашық екен. Есік алдында әлдеқандай машина тұр. Ішке кіріп, екінші қабатқа көтерілгенде, қызметке менен де бұрын келген әлдекімдердің дабырлаған дауыстарын естідім. Мен шкафтан халатымды алып кидім. Әлдеқайдан меңгерушінің қарлыққан дауысы шығады. Бұл неге ерте келген? Шошып қалдым. Жоқ, түк те жоқ. Обходқа дейін бәрібір арыламайды. Оған дейін үлгеремін ғой. Пердемен бөлінген кабинеттен сестра әйел шығып телефонға жармасты. Мені көріп басын изеді. Анда бардың ба деді телефонның номерін айналдырып жатып. Қайда? Сестра менің бетіме таңырқай қарады да трубкасын қоя салып, ана қыз өліп қалды ғой деді ақырын ғана. Жүрегім аузыма тығылды. Демім бітіп, жағамды ағыттым. Әлгі сөзі естіген сәтте көңілімнің түкпірінде осы жаманатты білгендей, осылай боларын сезгендей бір түйсік пайда болды. Біліп ем ғой, осылай боларын сездім ғой. Сездім ғой. Өзін-өзі, япырау, өлтіріп тынатынына үйіп қалған шекемді ұстадым. Кепіл боламын. Мен екем ғой өлтірген. Мен ғой. Бөлменің ішіне қалай кіргенім есімде жоқ. 3-4 дәрігер бар екен. Төсекте шалқасынан жатқан Алманы көрдім.
Аузынан тілі шығып, көзінің қарашығы төңкеріліп кеткен. Түрінен қатты қиналған көрініп тұр. Жақындап келіп білегін ұстадым. Суып кетіпті. Тамағында көк бембек қолдың ізі. Оң қолы кеудесінде жатыр. Өлгеннен кейін ажыратқан болу керек. Кепіл боламын. Өлтіріп атына. Айттым ба, деді біреу ішімнен. Айтқаным келді ме? Мен жыламауға тырыстым. Есірік күйде, Болдент, холодильникке апару керек, дедім дауыстап. Не айтып тұрғаныма өзім түсінбей. Кешке өлікті атына салып кетті. Келесі күні жерлеуге қатынастым. Ол әңгімесін аяқтап сигарет тұтатты. Сыра ішіңіз, дедім ұзақ үнсіздіктен кейін. Сөзді басқа бірдемеге аударғым келді. Бірақ ауа райының ыстығынан да, газет бетіндегі саяси хабардан да, қарсы бетте отырған бикештердің түр-сипатынан да әңгіме өрбімеді. Сырасы ескілеу екен, дедім, түсіп қалған этикетканың жазуына үңіліп. Ол үндеген жоқ. Ашық кафе ішінде сыра іздеушілер қаптап кетті. Рұқсат етіңіз, деді даяшы қыз, лангет пен шанышқы пышақтарды алдымызға қойып жатып. Содан кейін сыралардың аузын ашты. Мен өзімнің пышақ ұстап тұрған оң қолыма үрейлене қарадым.